Астана қаласы бойынша сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы 17 шілдеде басталды. Бағдарламаның бір ерекшелігі, оны үйді сіз сатып ала алмайсыз, яғни сізге ипотека оформить етілмейді, сіз тек жалға аласыз, арендаға аласыз, яғни. Және екінші бір ерекшелігі, ол әлеуметтік осал топтың статусы бар отбасыларға және көп балалы отбасыларға арналған. Мысалы, сіз 19 жылға дейін бұл үйді арендаға алып, белгіленген суммадағы аренданың ақшасын төлеп тұра аласыз. Сіз Астана қаласында үйде кезекте тұратын болсаңыз, қатысу жилфонд.kz сайтына ЕЦП, яғни электронды цифрлы қолтаңба арқылы кіріп, отбасы мүшелерінің барлықтарының құжаттарын сканер вариантын тіркеп, жеке куәлік, туу туралы куәлік болса барлығын тіркейсіз, және сіз өзіңіздің әлеуметтік статусыңызды белгілейтін құжатты тіркейсіз. Мүгедек, көп балалы немесе жетім деген сияқты статусты белгілейтін құжатты тіркейсіз. Одан кейін сіз отбасындағы әрбір адамның атында үй жоқ деген анықтаманы egov.kz сайтынан алып, оны тіркейсіз. Ол әрбір адамға болуы керек, және бұл анықтаманы алған кезде ескеретін нәрсе, ол бір күнге ғана жарайды. Мысалы, 17 шілде күні ғана алсаңыз, сіз 17 шілде күні бағдарламаға қатысуға өтінім беріп үлгеру керексіз. Себебі сіздің атында үй жоқ деген анықтамаңыз бір-ақ күнге ғана жарайды. Және сіз міндетті түрде үйде кезекте тұру керексіз. Астана қаласы бойынша сіздің кезекке тұрған жылыңыз ескеріледі. Бұл үй сізде қалмайды, сіз тек арендатор ғана бола аласыз. Бұл бағдарламаның ерекшелігі, ол жеңілдетілген аренда түрі, яғни аренда бағасы төмен болады.